Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, назарларыңызда сырдағы сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның қонағы Республикалық ақпарат насихат тобы және ғұламалар кеңесінің мүшесі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасының орынбасары, наиб мүфти, шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Шоқан Сансызбай Құрбанұлы. Сансызбай Құрбанұлы, сыр еліне қош келдіңіз. Келген қадамыңызға гүл бітсін. Жалпы қазақта жалпы өзі әдептен, әдеп білімнен жоғары деген сөз бар. Жалпы енді осы мұсылмандардың әдебі қандай болу керек? Содан бастасаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля саййидина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи. Шариғатымызда негізі үш нәрсеге көңіл бөледі. Бірінші ақида, сенім, екінші шариғат, үшінші бұл ақылақ дейді. Халық бар, хулуқ бар. Халық деген адам сыртқы көрініс болса, хулуқ деген ішкі көрініс. Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала мынау Маккада пайғамбар ислам 13 жыл болды. 13 жыл пайғамбарлық қызмет өткен. Мәдинада 10 жыл. 13 жыл бойы Маккада тек қана намаз парыз болды. Қалғанның бәрі сенім менен мінез. Сенімі берік болған адам, мінезі жақсы болған адамға шариғатта амалды орындау өте жеңіл болады, жеңіл болады. Жастарында көбі көркем мінезге жетпестен бірден шариғаттың бұйрығын орындайым деп шала түсініп, адамдарды не қылды, дінді бір жақсы көрсетпеді негізі. Бұл көркем мінез. Пайғамбар ислам айтады, мен мінездерді шоққысына жеткізу үшін жіберілгенмін. Құран-ы Кәрімде де Аллах Тағала сен ұлы көркем мінездің егесісің деген. Бұл мінез болғанда адам қожа көрсін емес, шынайы болу керек. Адамдардың алдында жақсы болып, ал жалғыз қалғанда, отбасына қалғанда жаман мінез көрсету емес, адам бірінші Құдайдан қорқу керек, Құдайдан ұялу керек. Екінші барып өзінен ұялу керек. Үшінші кейін адамдардан ұялу керек. Пайғамбар ислам айтты ғой, адамның денесінде бір ет бар деді, жұдырықтай. Ол түзелсе, адам түзеледі деді. Ол бүлінсе, адам бүлінеді деді. Бұзылады деді. Біліңдер, ол не деді? Жүрек деді. Адамның жүрегінде иман болғаннан кейін, иманды адамнан тек қана жақсылық болады. Ортасында оның сөзі түзеледі, оның көзі түзеледі, оның қолы түзеледі, құлағы түзеледі. Сонымен қоғам не болады? Қоғам жақсарады иншалла. Сондықтан әдепке бірінші жақсылап көңіл бөлу керек. Жалпы енді қоғамды түзету үшін, ортаны түзету үшін ең алдымен өзіңнен баста дейсіз ғой. Енді жалпы ендағы осы әдеппен бірге білім де қатар жүреді, жаңа басында айтып өттік. Енді осы елдің дамуы үшін бұл жастардың қолында деп жатамыз. Жастар ол үшін білімді болу керек, жан-жақты болу керек. Осы тұрғыда енді ислам дінінде, ислам шариғаты жалпы діндегі дүниелік білім дейді. Исламда міне Құран-ы Кәрімде алғашқы түскен аят Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ дейді. Оқы жаратқан Раббыңның атыменен. Адам баласын не қылды? Ұйыған қаннан жаратты. Ұйыған қанды білуіміз үшін біз медицинаны білуіміз керек. Адамның ананың құрсағында қалай пайда болды? Ұйыған қан болды. Ол не қылды? Етке айналды, оған сүйекке айналды. Әзірге медицина ілімі оны Құранда қалай айтса, солай дөп басып сол тура келіп жатыр. Сондықтан мынау үш кітап дейді ғой. Бір кітап Құран-ы Кәрім, Алладан. Екінші кітап мынау әлем. Аспан, жер, бұның бәрі бір кітап. Бұны да оқу керек. Бұны қалай оқисың? Физиканы білсең, химияны білсең, биологияны білсең, астрономияны білсең, сол кезде ғана бұл кітаппен танысасың. Өзіңде бір әлем. Бауырың бар, өкпең бар, жүрегің бар, көзің бар, құлағың бар. Бұның барлығы бұл ілім. Сондықтан бұны бөліп болмайды. Бұл ислам дінінде жаңағы дін ілімі, дүние ілімі адамның жәніменен тәні сияқты. Жәніңіз дүние ілімі болса, жәніңіз дін ілімі болса, тәніңіз дүние ілімі. Екеуін бірге. Лайса хайрукум ман тарака дуня ли ахира, ау ахирату ли дуня, бар хайрукум ман ахаза мин хазики ва хазики дейді. Сендерден бір адам жақсы емес, дін деп дүниені тастап қойса.
немесе дүйне деп дінді тастап қойса, сендердің жақсыларың екеуін бірге алып жүргендерің. Аспанда құс сияқты самғу үшін, еркін ұшуың үшін екі қанатың болу керек. Бір қанатың дін ілімі, екінші қанатың не? Дүйне ілімі. Сол кезде ғана сен толық қанды не боласың? Адам боласың. Өзге дін өкілдері, жатағымның өкілдері жалпы дүниелік білімнен гөрі діни білім алыңдар деп те жастарды насихаттап жатады. Ақпарат көздерінен болсын, басқалай болсын. Ол жағынан қалай сақтану керек? Жоқ, бұл енді дін ілімінде өте қажетті нәрсе бар. Оның бір аптада, бір айда үйреніп алсаң болады. Жаңа исламдағы 5 парыз, Алланы тану, басқа қылу, адамның кейін өзінің қабілетіменен не қылу керек? Университетке оқыды ма, жақсылап оқу керек. Тура айтасың, бір университетке барады да, дін оқимын деп университет тастап кетеді. Жоқ, бізге қоғам болу үшін мақсат бәрін білуіміз керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мақсаты жұрттың бәрі иман болу емес, мақсатымыз жұрттың бәрі иманды болу керек. Иманды летчик, иманды прокурор, иманды кәсіпкер, иманды бар жерде бүкіл не бар? Жақсылық бар. Діни білім алғысы келетін жастарға қандай кеңес бересіз? 9 медресеміз тұр, Нұр-Мүбарак университетіміз тұр. Ол жаңа бакалавр тұр, магистратура тұр, және докторант тұр. 15-те сол жаңа арабтың нелері докторлар тұр. Бұл бірінші осы жерде турайда дінді сіз кемінде бакалаврды елімізде алған жақсы. Бакалаврны алсын, магистр оқи ма, жоқ, магистрін алып, докторант па, сол кезде ғана барып келсе болады жаңағы. Әзірге де Құдайға шүкір, елден безіп, жұрттан безіп, оқу үшін ол жағдай әзір қалды әзір. Бізде сол, мысалға, өзім Әлиасқарда университетте оқыдым. Бір докторға жаңағы несінде отыру үшін ойлы адам көп жаңағы. 400, 500, 300 адамға бір докторды тыңдайсың. Құдай әзірлеген 10 адам болып, алдыңда сол доктор отыр, сол Әлиасқарда мұғалім болған, осы жерге келіп, саған сабағын беріп жатыр жаңағы. Тура дінін білмеген, дәстүрін білмеген, дінде өзінің матурidi ақидасын, Абу Ханифа мазхабын білмеді, дәстүрін білмеді, тарихын білмеді, жерін білмеді. Ол адам барған екен, кез келген жатағымның жетегіне кетіп қалуы мүмкін. Осы жерден сіз кемінде жастар бакалаврды алу керек. Сол барсын жаңағы магистр оқуға, магистрін алып, докторантқа, 2 жылға бір не дейді, практикаға деймін, соған барып келсіне болды әзір. Әзір қажеті жоқ. Әзір Құдайға шүкір, ұстаз да осы жерде, кітап та осы жерде, ата-анаңның алдыңда, өзіңнің таза оған, туған жерің, не қыласың жаңағы? Жер кезіп, басқа қылып. Жалпы бір сөзбен айтқанда, діни білімнің іргетасын осы өзіңнің туған жеріңде қалаған дұрыс. Қарау керек, иә. Түсінікті. Енді аға бағана айтып өттік қой, орамал тағу деп жатырмыз. Жалпы орамал тағу арқылы өзінің қазақтың да салт дәстүрлері бар. Жаңа түскен келіндер сәлем салу керек деп жатамыз. Деструктивті діни ағымдардың өкілдері осы сәлем салуды бұл адамға табыну деп жатады. Алладан басқа ешкімге табынба, бас име деп мысалға өзгелерді миын уландырып жатады деп жатамыз. Осы салт дәстүрге байланысты не дейді дінде? Енді бұл сауатсыздық. Құлшылық пенен құрметті ажырата алмайды. Құлшылық деген не десең, оған жауап бере алмайды. Құлшылық деген Алланың алдында жалыну, жалбарыну, кішірею, табыну бір ғана Аллаға болады. Ол келіне сәлем салу, бұл құрмет, құлшылық емес. Намазды мысалыға дәретсіз оқысаң, күнәһкар боласың. Ал енді келін қайнатасына, қайнағасына сәлем алу үшін дәрет ала ма? Бұл құрмет қой. Құрмет. Сәлем бұл. Құлшылық пен құрметтің арасын ажырата алмайды. Екінші жаңағы қорқу. Осы мәселемен құртады жастарды. Ой, қорықпа. Соқыр батырлықтан. Бір ғана Құдайдан қорқ. Не деген сөз ол? Құдайдан қорқу деген сөз, Құдайдың қадірін біл. Тақуалық деген сөз, жамандықтан сақтану. Жоқ, қорықпа, соқыр батырлыққа тәрбиелеп, осыменен жаңа адастырады. Енді сұрау мәселесінде өзің біліп ал. Жаңағы бәр нәрсенің барлығы осы неден шығады, сауатсыздықтан. Сәлем салу бұл шариғатқа қарама қайшы нәрсе емес. Бұл келіннің қайнатасына сәлем салу, бұл оған көрсеткен құрметі. Дін мен дәстүр бірге
біте қайнасқан ұғым деп бір сөзбен қорытындылауға болады ғой, иә. Енді аға, жалпы тақырыптан ауытқысақ, жалпы зайырлық деген сөз бар. Зайырлық ұғымын осы біз жалпы қоғам болып қалай түсініп жүрміз? Енді зайырлық ұғым деген сөз бұл дінсіз деген нәрсе емес. Бұл енді зайырлы деген, бұл не көптеген мемлекеттер зайырлы мемлекет. Бұл тек қана осы дүниеде мысалыға заңды бүлдірмеуің керек, ұрлық қылсаң осының жазасы, не қылсаң, ал енді сен енді иманды боласың ба, имансыз боласың ба, ол жағын не қылады, өзінің ар-ожданыңа тапсырады жаңағы. Дінді ұстайсың ба, ұстамайсың ба, оман енін мемлекетті оман шатағы жоқ. Шатағы осы Қазақстан, менің жаңа Қазақстанның мемлекетінің заңына бірдеңе қылу, бойсыну. Бұның бәрі негізі осы елде тұрып жатсың ба, осы өмірде сүріп жатсың ба, осының заңына, ережесіне бойынсыну. Жалпы мынау әлеуметтік желі деп жатамыз. Әлеуметтік желі бұл қоғам үшін таптырмас үлкен мүмкіндік. Ақпаратты кез келген уақытта, кез келген жерде, кез келген сәтте алуға үлкен мүмкіндік береді. Енді осы тұрғыда мынау деструктивті діни ағымдардың идеологиясынан сақтануда халыққа осы қандай ақпараттар жетіспейді деп ойлайсыз? Осы тұрғысында. Енді білем, ақпараттар бүкіл мешіттерде, тіпті районы мешіттеріне сайттар ашылды қазір. Әрекет істеп жатыр, нұр барақтап тұрген жігіттеріміз райондарда имам болып жатыр енді жаңағы. Дегенмен әзір ақпарат өте көп қой жаңағы. Біздегі дейміз, енді ашық теңізде жүргенде ашықпыз, біздің мемлекет жаңағы. Біздің мемлекет кейбір мемлекет сияқты бір жабық немеде өмір сүріп отқан жоқ енді. Әзір бар TikTok деймі, YouTube деймі, басқа да Құдай-ау жаңағы. Оны ашады да, оның ішінде бір жақсысы да бар, жаманы да бар жаңағы. Өзім еліктей тұрған халықпыз. Кетеміз бұл енді. Бұл заман осылай енді, заман осылай. Жастар жаңағы ақылды болу керек жаңағы. Бір шет рахмет, өздерің осындай не алып, не болып жатсыздар. Бізде әзір мектептерге де, колледждерге де біз көп не алмай қалдық қой жаңағы. Бізде сол мақсатымыз сол еді жаңағы. Оларға барып тұрды, жастарға түсіндіріп, біз бірден бар ол намаз оқу, ораза тұту емес, бірінші өзінен дінін түсіну керек. Мен айтам жаңағы, физик бол, химик бол, биология бол, биолог бол, бірақ сенің 5 нәрсе махаббат, 5 нәрсе аманат, дініміз, дәстүріміз, тіліміз, тарихымыз, жеріміз, осыған махаббат қойған адам ғана қазаққа адал қызмет етеді жаңағы. Мынандай ақпараттарды көзіміз шалып жатады. Қандай бір мешіттің құрылысына, осы имамдар осы әлеуметтік желілерде халықтан көмек сұрап, қол сұрап жатады, қаржылай көмек сұрап жатады. Жалпы осындай діни білімді үйретем деген имамдардың да жарнамасында көріп жатырмыз. Бұл жалпы дұрыс па негізі? Енді тура айтады, көбейіп кетті бұл нәрсе, жақсы емес. Аз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіт соғам десе, халықтан бір тиын сұрап мешіт соқ деп өйткені Құдай шүкір 3000-дай мешітіміз бар. Әлбетте мешіт көптік қылмайды. Мешіт соға тұрған не болса өзінің нелері бар жаңағы, талаптары бар. Оның жері, әкімшілік жер беру керек. Сол жерде халық мешітке мұқтажбыз деп кемінде 100 адамның қолы болу керек. Және бір үлкен бір қалталы азамат айту керек. Мен соны кепілдігіне алу керек. Рұқсат бермеймін жаңағы барып жұрттан ақша сұрап мешіт соғады. Ондай жағдайда емеспіз. Құдайға шүкір. Кезінде анау егемендік алған кезде халық мешітке мұқтаж болды. Сол жабылып қалған клубтарды, спорт залдарды, магазиндерді, Құдайға шүкір әкімшілігіміз бола ма, басқа бола ма, зайырлы мемлекет болған бәрі бүйрегі дінге бұрып тұрады ғой, бәрі мұсылман ғой құрысын. Солар берді ғой енді. Әзір ондай емес, Құдайға шүкір. Мешіт соғатынның бірде-бір талабы сол әкімшілік жер беру керек, 100 шақты адам қол қою керек, кейін бір қалталы азамат айту керек, менің өзімнің немен 2-3 адам бірігіп мешіт соғам деген кезде соған ғана діни басқарма не береді, рұқсат береді жаңағы. Енді айта алмайсың, әркім жаңағы өзінің не қылып халықтан жаңағы сұрай берген бұл жақсы емес. Сансызбай аға, көп рахмет. Сізді сыр елінің төрінде көргенімізге өте қуаныштымыз. Алла сізге разы болсын. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.